Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен күнделіктіден ерекше етіп жасайтын самсаның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыз. Ең алдымен бізге ұн қажет болады. Ыстық қайнап тұрған су, сұйық май, тұз және салмасына фарш, пияз, тұз бұрыш. Келесі үлкен ыдысқа ұнымызды салып, оның үстіне шымшым тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластыруымыз керек болады. Қамырымыз бізде өте жұмсақ болады, бірақ қолға жабыспайтын болады. Өте осындай жұмсақ болса да, тоңазытқышқа 20 минут шамасына салып қоямыз. Келесі салмасын дайындауға кірісеміз. Тартылған етімізге осылай пиязымызды ұсақтап, өте ұсақ етіп турап қосамыз. Дәміне қарай шамамен 1 шай қасық тұз және бұрыш, қара бұрыш қосуымызға болады. Содан кейін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Келесі кезекте тоңазытқыштан қамырымызды шығарамыз. Ол осындай өте жұмсақ болады, бірақ қолға жабыспайды. Содан кейін соны 2 бірдей бөлікке бөліп, одан кішірек бөліктерге бөлеміз. Менде осы порциядан барлығы 14-15 шақты самса шықты. Міне осындай шарик тәріздес формаларға келтіріп аламыз барлығын. Келесі кезекте әрқайсысын осылай жұқалап жайып аламыз. Содан кейін бір бұрышын осылай ортасынан кесіп аламыз. Содан кейін сол бұрышына салмамызды салып, түбін осылай бекітеміз. Міне біздің тамшы тәріздес самсамыз дайын болды. Осылай барлығын істеп шығу керек болады. Міне самсамыздың барлығы дайын болды. 180 градусқа 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз пісіп шықты, өте дәмді болады, өте ерекше болып шығады. Қонақтарыңызға ерекше етіп ұсынғыңыз келсе, осы рецептпен жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.